Кеңес үкіметі заманында да біздің халық әдебиетін сақтап қалуға тырысты. Екі зат азаматтық қалыптастырады. Мектепте екі пән. Бұл әдебиет пен тарих. Халықты құдаймен ұстап тұрған ең жоғарғы нәрсе не? Менің өзім мысалы Совет одағының құлауын 91 қуанышпен қабылдадым. Балам, әке қайдасың деп жылап іздеп жүрді. Сол кезде ана кісінің көзінен бүйтіп жас парлап кетті. Содан мен сені түсініп тұрмын деді. Қайдасың деп, біз де қайдасың деп айтамыз. Нердесің деген сөз ғой. Түріктер нердесің деп айтады. Түрік мемлекеті бұл қазіргі мұсылман халықтарының авангарды. Сүйеніші, әсіресе түркі халықтарының. Сенің мақсатың кез қылған намаз оқыған қазақтың мақсаты иман болу емес қой. Кешегі сенің коммунистік идеяң ол айналып келіп шовинизмге келіп фашизмге ауысады. Біз ұлт ретінде сырт келбетімізді, дәстүрімізді, тілімізді, дінімізді сақтауымыз керек. Одан айырылсақ, мемлекеттен айырыламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Біз кезекті подкастымызды жалғастырамыз. Сіздермен бүгін қонақта мен танисыздар, енді біздің үлкен қонағымыз келіп отыр. Еліміздің, осы өңіріміздің ақсақалы Серік Сапанов. Бұл кісі көптеген жылдар бойы мемлекеттік қызметте жасаған, Атырау облысының білім беру саласын басқарған. Ағамыз дәл қазіргі уақытта құрметті зейнетінде, бірақ елдің шаруасына араласып ақсақалдығын танытып жүр. Соның ішінде де біздің дін саласындағы қызметте де ақылменен, ойыменен бөлісіп бізге жөн сілтеп отырады. Бүгін сол ағамызбенен осы кісінің пікірлерін сіздерге, халыққа таратайық деген ойымыз болды. Біздің тақырыбымыз әдеттегідей дін мен дәстүрдің төңірегінде болады. Біздің елімізде енді көп ұлтты, көп дінді, көп конфессиялы деп жатады ғой. Бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек. Қазақстан құрамы бір ұлтқа негізделген, бір ұлт біздің мемлекетіміздің құраушысы болып саналады. Сондықтан біздің ұлттың негізгі діні ғасырлар бойғы ислам діні. Бірақ қазіргі біздің насихаттап жүрген исламымыз осы ұлттық біліммен сәйкес болу үшін қандай нәрсе жасау керек? Осыны бүгін ағамызбен ақылдасқымыз келеді. Аға, қош келдіңіз ортамызға. Енді сізге осыдан бірінші сұрақтан бастап қояйын. Осы кез келген халықтың жаны әдебиет. Жаңа сіз өзіңіз мына подкастыңыз басталмай тұр, осы әдебиет төңірегінде сөз қозғадыңыз. Кеңес үкіметі заманында да біздің халық әдебиетін сақтап қалуға тырысты. Мұхтар Әуезов бар, басқасы бар. Сонда біздің әдебиет халықтың жаны дегенде біздің әдебиеттегі діннің бояуы, Алла тағаланың бейнесі, әулиелердің деңгейі деген сияқты нәрселер бар ғой. Осы біздің аңдатпамыз болсыншы бүгінгі сұхбатымыздың. Мен жаңа айттым ғой, мен Серік Жұбанұлы, әкем аты Жұбан Сапанов. Мына айтуың дұрыс. Мына азаматтың қалыптасу үшін екі зат азаматтық қалыптастырады. Мектепте екі пән. Бұл әдебиет пен тарих. Мен 1957 жылы 1-ші классқа бардым, қазақ мектебіне. Махамбеттің қазір көп жастар білмейді, бұрынғы аты Жаманқала. Сол Жаманқала орта мектебіне барып, 1967 жылы Жаманқала орта мектебін бітірдім. Енді Совет үкіметі кезінде де мына біз кейде қазіргі оқыған сондай адамдар болмаса мемлекеттік қызметкерлер кейбіреуі саясаттан аулақ болайық, саясаттан басқа айтайық дейді. Шынына келгенде менің түсінігімде саясатты ештеңеден бөлуге болмайды. Неге? Саясат деген не менің түсінімше? Ол кез келген істі атқару үшін, алдына қойған мақсатқа жету үшін қолданатын әдіс тәсілдер бұл саясат. Ал бұны айтып отырғаным, мысалы, Совет үкіметі сонау 22 жылы алғашқы болып құрылғанда Лениннің қойғаны мемлекеттер қандай болу керек одақтас дегенде, міндетті түрде оның өзінің шекарасы, өзінің елі және басқарушысы міндетінде жергілікті құлттан шығу керек, және мемлекет тілі сол тілдің мемлекеттік құрушы ұлттың тілінде болу керек. Және бүйдеп жазғаны бар. Егер біз бұны сақтамасақ, біздің орыс халқы дейді, мы великодержавные держим орды дейді. Біз шовинистпіз дейді. Егер де жаңағы ұлттарға почта бір, темір жол бір деп орыстандыруға ұмтылсақ, бұл орынды толмас кемшіліктерге барып ұрындырады деген.
соның әсерінен болар, анық болмаса да бағана өзіміз екеуміз әңгімелескенде, мен бұрынғы кезде мектеп бірінші бастауыш мектеп 4-ші класспен аяқталды, негізгі мектеп 7-ші класспен аяқталды, орта мектеп 10-ші класспен аяқталды. Мен сол 10-ші класты бітірдім. Бірақ ол кезде негізгі мектеп 9 болды. Бірақ сол 57-60 жылдары, 57 жылдары ол кезде 7 жылдық болды негізгі мектеп. Сол біз далада 2 үй болдық. Сол біздің үйде мен мектепке дейін оқып жүргізе алатын болдым. Ана тұңғыш бала болғасын соған үйретіп. Сонда менің үйде 7-ші класстың қателеспесем әдебиет кітабы болды. Соның ішінде батырлар жыры бар. Сол батырлар жырын оқып өстіп, кейін мына қазақ эпосы, ол мен қателеспесем 61-ші жыл шықты. Соның ішіндегі мен әлі есімде ана кіріспесінде жазылған, мына қазір Орбұлақ шайқасы бар ғой деп айтып жүрміз ғой. Сонда ана Жалаңтөс батырдың 20 мыңмен қазақ қолына көмектесіп ал деген, мен 3-ші класс оқимын, соның ішінде оқығанда менің есімде. Ал енді бағанағы жырларда дін жөнінде десек, мысалы Қобыланды батыр жыры, болмаса Алпамыс батыр тұтқынға түсетін жерлерінде басына қатты тұтқында, қиын жағдайға қалғанда Аллаға, періштелерге сыйынады. Ол жазылған. Және содан көмек алады. Соған қарағанда ол кезде, мысалы менің әжем намаз оқыды. Әжем. Ол бір кезде қатты оны қолдаған жоқ, әртүрлі басқа бағыттар болды. Бірақ мысалы Қобыланды батырдың оқысақ, мына Қобыланды жыры әр қазақ міндетті түрде оқыған, соның ішінде әдебиет пен тарих міндетті түрде оқу керек. Оның ішінде мысалы көп мәселелер бар. Ол жаңағы Қобыланды батырдың жаратушысы, тіпті өзінің өмірге келуінде бала көрмеген әкесі мен шешесі жаңағы Қарақыпшақ Қобыланды ғой. Ол барып әулиелердің басына түнеп, содан кейін бір түсіне әке шешесінің аян беріп, бір ұлмен бір қыз келеді өмірге. Қобыланды. Болды. Бірақ үкімет қолдаған жоқ, ол рас. Енді бұл әдебиеттегі дәстүріміз ғой. Әдебиетте ондай үзінділер көп, Қыз жібекте де некесін қиған кезде жаңағы Адам мен Хауаның махаббаты, Жүсіп пен Зылиханың махаббаты болсын деп анасының беретін батасы бар ғой. Дұрыс айтасың. Сол кезде сондай бір үзінділер көрінеді. Енді мынандай нәрсе, сіз балалық кезімізде деп айтып қалдыңыз, әжеміз намаз оқиды. Кеңес үкіметі 1926-дан бастап қазақтың даласында Наурыз мейрамын тойлауға, сосын айт мейрамдарын тойлауға тыйым салған екен. 2 айтты Наурыз мейрамын. Содан бастап қазақтың даласында бұл тыйылған. Бірақ бізде, мен де үлкен кісілердің қолында өскем ғой. Сонда айтады, 40-50 жылға дейін, біз бала кезге дейін ауыл болып, ауылдың үлкендеріне айттайтын едік дейді. Ораза айт келген кезде, құрбан айт келген кезде, Наурыз көрісу айт келген кезде деп, Алланың амандығын тілейміз, қыдыр қонсын, бақ қонсын деп, жаңағы әрбір ауылдан сүйінші сұраймыз, тәтті береді, құрт ірімшектерін береді, ауылдың кемпір-сәмпірлері дейді. Сондай әңгіме айтатын біздің үлкендер. Сіздің балалық кезіңізде айттау деген салттар қалыпты? Менің есімде түсіндім, ол болды. Бірақ ерекше жарнамалап жалпы халықтық болған жоқ. Менің есімде бір 4 оқыған кезімде біздің мына қаланың шетінде Ақшолан, қазір ПМК деп атайды. Бағана Жаманқала, қазіргі Махамбеттің бер жақ шетіндегі. Бір 7-8-10 шақты үй болдық. Соның үшін үлкені Нармағамбет дейтін қарт болды. Менің есімде жазда суға түсіп күнге келіп 4-5 оқитын болармын, 5-6 оқимыз. Сол жаңағы құрбан айтқа мал шалып, үлкен кісілерден кейін біздерге де келіп, үйге шақырып, жаңағы келіп тамақ ішіңдер, айттыңдар деп айтқаны менің есімде. Ол сирек болды, жаңағы айтқандай жарнамалау жоқ, бүйтіңдер, сөйтіңдер дейтін. Бірақ көнекөз қариялар ешбір айқайсыз соны жасаған болды. Яғни біздің халықтың... Бірақ жалпы емес. Демек біздің халықтың жадында бәрі діни мәдениет сақталды. Енді мен өзім дінтанудан сабақ берем, кеше діни рәсімдер деген сабақ өтіп жатыр ғой. Сонда діни рәсімдерде барлық діндердің түбірі бір екені көрінеді. Өйткені құлшылықтардың ішінде ең ескі құлшылықтардың бірі құрбандық шалу. Ол құрбандық. Оның түрі көп болды. Түрі көп қой. Бидайдан шалама, тауықтан шалама.
ең соңғысы үлкен ірі қара малдар менен аяқталып, ең ірі бір кездерде адам шалу да болған. ол ескі өте ескі діндерде. Басқа халықтарда. Басқа діндерде адам шалуға дейін болған ғой. Сосын студенттерге айтамын ғой, көрдіңіздер ме, бұл қандай қоғам болса да, батыс пен шығыстың арасында дінсіз, руханиятсыз қоғам болмайды. Осы руханият пен халықты Құдаймен ұстап тұрған ең жоғарғы нәрсе не? Ғылым түсіндіре алмайтын десе, әркім ананы айтты, мынаны айтты, сонда айтады. Ең соңында бір студентім зерек болады ғой енді. Сөйтсе адамды бәрібір өлім жалғастырады екен ғой дейді да, Құдаймен. Өйткені адам өлімді жеңе алмайды ғой. Өлімді жеңе алмайды. Дұрыс айтасың. Бұл адамда өмір ең қымбат нәрсе ғой. Ең ауыр өлім. Адам тіршілікте оны ойламау мүмкін, біреу ертерек ойлауы мүмкін. Ал енді мына қарап отырсақ, бағана айтып отырғаның, бұның бәрі келіп, мына біз әр уақытта мен бойлай айтам, өзім дастархан басында әртүрлі ортада айтып жүрмін, мына біз ұлттық ерекшелігімізді сақтауымыз керек. Себебі Алла тағала ұлы жаратушы бізді түрлі етіп, біреуімізді ақ, біреуімізді қара, біреуімізді сары, бет пішініміз әртүрлі. Жалпы ұлт деген не ол? Менің ойымша, енді ғалымдарды айтып отыр, бірінші әр ұлттың бір-бірінен ерекше бөліп жаратты. Бірінші мекені, екінші дәстүрі, үшінші тілі, төртінші діні. Бірақ дін бұл сенім. Бұл ұлы жаратушыға адам есін жиып, басын жоғары көтергеннен бастап, жаңағы қарнын тойғап, есін жинағаннан кейін, осы мен кіммін, қалай жаратушы деп әркім әртүрлі болды. Мысалы, қазір тәңіршілдік көп жазылып жүр. Бірақ мен айтар едім, мысалы, бәріміз грек мифін оқыдық. Болмаса Европаның халықтары. Бұл баяғы әрбір ұлттың өткен жолы. Бұрын көп құдай, болмаса қолдан тастан әртүрлі бейнелер жасап соған табыну. Жаңағы, мысалы, қазіргі біздің 2025 жыл болатын болса, бұл ана Христостың туған жылынан басталып саналып отыр. Бірақ артымызға қарау, ол адасқандықтың белгісі менің ойымша. Енді 1000 жыл болды ғой біздің ислам қабылдағанымызға. Енді исламды қабылдадық, жылы бар, бағанағы. Енді біз тұрақтылық керек бізге. Тұрақтылық деген ол тек тыныштық емес. Ол бағанағы біздің ұлттың ерекшелігін, мемлекетіміздің тұтастығын сақтай отырып қана біз тұрақты ел боламыз. Әрбір кез келген дінге табынушы. Бағана бір сөзіңді айтып кеттің. Мысалы, біз көп ұлтты елміз деп. Шынында Біріккен ұлттар ұйымының мен білетін, естіген ережем бойынша, егер жергілікті ұлт ел тұрғындарының 2/3-нен, яғни 66%-нан асса, ол бір ұлтты мемлекет болып есептеледі. Дүние жүзінде Біріккен ұлттар ұйымында 193 ел бар, оның 1/1-інде бір ұлтты мемлекет жоқ. Мысалы, мына Израильдің өзінде, мен қателеспесем, 9 миллион халқының шамамен 6 миллионы ғана еврейлер. Қалғандары араб және басқа ұлттар. Бірақ мынандай түсінік бар. Мемлекет құрушы ұлт өзінің жерін сақтау, шекарасын сақтау, заңы осы мемлекет құрушы ұлттың дәстүріне, тарихына, менталитет дейміз ғой, діліне негізделіп жасау керек. Бұл жасалмаса, бұл құмның үстіне салған сарай сияқты болады. Бізде осы кемшілік бар Қазақстанда. Себебі біздің конституциямызда табу осы жоқ. Мемлекет құрушы қазақ ұлты, мына жер арасана кіріспесінде жазады, бағыз заманғы қазақ ұлты дейді, болды. Шынында мен ойлар едім, ежелгі заманнан осы жерді мекендеуші және бағзы заманнан қазақ жеріндегі мемлекет құрушы ұлт қазақ ұлты деген сөз керек. Конституциямызда керек. Ол мына президент өткенде мына жолдауында үлкен өзгерістер болатынын айтты ғой. Біз алда бұны ескермесек, орнытылмас кемшіліктерге апару мүмкін. Өте керемет. Аға, енді жаңа өлім мәселесінде тағы бір ой айтатын болсақ, біздің Шоқан Уәлиханов айтады, неге мен жаңа өлімді қозғадым? Кеңес үкіметінде бізде қанша жерден дінсіздікті насихаттап, материализм, атеизм деген сабақтар болған менен университеттерде, басқаларда ұлт өзінің мәдениетін бірден тастай салуы мүмкін емес нәрсе да.
Соның ішінде қазақ халқы қанша жерден сондай насихат болса да, Шоқан Уәлиханов кезінде айтқандай, қазаққа бәрібір де кісі өлгенде ислам керек болады деді. Содан біздің ұлттық мәдениетіміздің енді намаз оқытпады, мешіттерді жапты, өлең жырларымызды оқытпады, айт тойлатпады, наурыз тойлатпады, барлығын алып тастағанменен біздің қазақ бәрібір осы ең ауыр жолда исламды сақтап қалды. Жақсы, мен түсіндім. Исламмен арулады енді қазір. Солай жаназасын шығарды, садақаларын жасады. Яғни ең соңында біз бәрібір осы жерде алып қалған екенбіз дінді. Бұл да бір қазақтың мәдениеті ғой. Бұл барлық жерде шыны келгенде сақталған жоқ. Себебі біз бірінші мынаны айырып алуымыз керек. Социалистік мемлекетте, СССР-да мемлекет құрушы партия бұл коммунистер. Біз бұл жөнінде бөлек әңгіме болған. Коммунист дегеніміз кім десек, ана орақ пен балға астында пролетария всех стран соединиться дейтін болды керіпте. Яғни дүниежүзінің пролетариялары ана орақ пен шаруа мен жұмысшылардың бірлестігі, ол әуелде бір елде социализм құрылады, бүкіл дүние жүзінде жасаймыз деді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұлар атеистер, құдайсыз, құдай танымады. Екінші белгісі, бұлар құдайды танымады. Енді қарайық. Сен өзің көрдің бе, көрген жоқсың ба? Мысалы, 70-ші жылдан бастап, мына әрбір тіпті ауылдың өзінде партияда, я басшылықта жұмыс жасаған адам қайтыс болғанда, анау беті ашық, митингі болып, сосын үрмелі аспаппен жаңағы шығарып салатын дейді. Яғни, мына идеология бірте-бірте дәстүрді бәрін бұзып, себебі Хрущевтен басталған, бұл Сталиннен басталған. Ленин өлгеннен кейін бағанағы идеяны менің ойымша Совет одағының бұзылуының негізін жасаған Сталин. Себебі ұлттың ерекшелерін жойып, барлық ұлт бір тілде сөйлеу керек, ол және орыс тілі болады деген, ана үлкен көп халықты қолдап, өзінің карьерасын сақтау үшін осы бағыт ұстанды. Бұл келіп іштей барлық ұлттың қарсылығын туғызды. Ол дін жөнінде, дәстүр жөнінде, тіл жөнінде орыстандыру саясаты ақырында кеше менің өзім, мысалы, Совет одағының құлауын 91-ші қуанышпен қабылдадым. Енді біз тәуелсіздік аламыз, тіліміз еркін болады, заңымыз біздің дәстүрімізге негізделеді. Бірақ бір ерекшелік революцияның заңы бар, иллюстрация дейді. Бұрынғы соны француз революциясынан бері қарай. Бұл жерде революция жеңгеннен кейін жаңа қоғам орнағанда, бұрынғы қоғамдағы басшылықта болған соны құрушылар, бұлар сайлаудан құқынан айырылады, және басқару белгінен айырылады. Біз үлкен қателігіміз осыдан болды. Коммунистік партияның мына 15 одақтас республикалардың ішін қарап отырсақ, кімде үлкен проблема десек, сол кезде коммунистік партияның бірінші хатшысын елдегі президент етіп сайлаған елдің оңғарын жоқ. Бізде солай. Оның себебі, мына педагогикада баланы 16 жасқа дейін тәрбиелеу керек дейді. Оғадан кейін оған тәрбие қонбайды дейді. Ол өзгереді, үлкен ортада ұзақ мерзімде болса. Біз 70-ке келген, 60-қа келген басшыларымыздың ол миы, ол ішінде бәрібір сөйлегенде ол кезде керемет болмайды, ол кезінде тәуір кезеңдер болды ғой деген әңгімені айтатындар содан. Біз онымен жаңа еркіндікке жете алмаймыз біз. Яғни біздің истеплишменттен саяси истеплишмент қателестік дейсіз ғой. Мен бағана айтып отырғаным, мысалы, егер де елде экономиканы жақсартамыз десе, оның мақсаты халықты тойындыру болса, бұл саясат. Экономика саясаттан бөліп алуға болмайды. Енді тарихта мұндайда не бар ғой, заңдылық бар. Кез келген жаңа қалыптасып келе жатқан мемлекет белгілі бір дағдарыстардан өтеді қалыптасу жолында. Осы қате. Себебі қазақ жаңадан қалыптасқан мемлекет емес. Біздің арғы тегіміз сақ, сақтардың ұрпағы ғұн, ғұнның ұрпағы түрік, түріктер көбейді, оғыздар, қарлықтар, қыпшақтар, тағы алып бөлінді. Біз қыпшақ, алтын орда, содан тараған қазақ ұлты. Біздің негізіміз, тамырымыз өте тереңде. Және оның мемлекетті құрған кезімізде, ол тек 15-ші ғасырда емес. Мысалы, мына Карамзиннің өзі бидеп жазады. Қазақ деген сөз, қазақ, қазір қазақ орыстарды айтып отыр. Ол мына Новгород жазбаларында, қателеспесем, Рязан ба, Новгород жазбаларында ертеректе оқып едім. Сол кезде 1440 жылдардың ішінде жылдамада орыс жылнамасында кездеседі дейді. Оны айта берсек бөлек әңгіме. Яғни қазақ кеше қалыптасқан халық емес. Ол жөнінде көп айтуға болады. Мысалы,
ноғайлар жаңағы еншісін алып кеткен баласын қазақ балам деп айтады дейді ғой. Жоқ, ол қате. Мысалы дүниеде өзінің қазіргіше айтсақ лидері, басшыларының, тұлғаларының соңына еріп, соның атын алып қалған екі халық бар. Біреу өзбектер, біреу ноғайлар. Мысалы ноғай дейтін өте биік бектердің алтын орданың кезінде өте мықты бектер бек болған. Мен қателеспесем, оның қызы өзбек ханның шешесі. Міне осы ноғайдың артынан ерген ұлттар ноғайлы болып кетті. Ал өзбектің артынан ерген ұлттар өзбек болды. Неге? Себебі мына Шыңғыс хан бәйбішесінен туған 4 баланы әр елдің басшысы етіп белгілегенде, мына бізден оңтүстікке қарай Иран бұл Шағатайға берді. 3-ші баласына. Ал кейін бұл балдар көзінің тірісінде Жошыменен жағаласқан, Шағатайменен Жошы еді. Ал кейін мына Жошы Алтын Орданы билеген өзбек ханның әскері Шағатайдың жерін жаулағанда, оны жергілікті халықтар мына өзбектер дейді. Өзбектің артынан келген әскерлер ғой, соның жіберген әскер ғой. Міне. Шынында олар келіп, мына тәжіктермен қосылып, қазіргі біздің өзбек ағайындар болып отыр. Ноғайлының ерген, мысалы, қазір кейбіреулер айтады тарихта 92 баулы өзбек дейді. Ол олай емес. Ол Алтын Орданы өзбек хан басқарып тұрған кезде Алтын Орда 92 ұрудан құралған мемлекет. Ол ұрудың ішінде көбі біздің қазіргі қазақ ұруында, біздің өзі кішіздің өзінде 25 ұру бар ғой. Сол ұрулар. Болмаса кеше Қырымды қазір бәрі оқып отыр, жаңалықтардан оқып отыр. Кешеге 50-ші жылдарға дейін Сталин ауыстырғанша ана жердегі ұрулардың жергілікті ауылдар, қалалар ұрулардың атымен аталған. Ол кәдімгі үкіметтің қаулысымен СССР-ның ауыстырылды. Және мына Қырым татары мен Қазан татары екеуі басқа. Қырым татарлары ол бізге жақын. Сөзі, аты, ісі. Ноғайлы да бізге жақын. Әрине олардың берде орыс ішінде қалып қойғаны өзінше біз деп. Біздің жырларымызда Ноғайлы деген бір кездерде біріккен, мысалы сарайшық. Мына Ноғайдың екі орталығы болған Анис сарайдың. Ерте бойынша біреу мына сарайшық, екіншісі мына Днепрдің бойында. Ағай, сөзіңіз аузыңызда жаңа Ноғай туралы айтқанда, мен Стамбулда жүргенде оқыдым ғой, Түркияда. Бала шағамен жүргенде бір дүкенге кірдік. Дүкеннің иесімен түркіше сөйлесіп тұрдым. Ол енді 30-35 жыл бойына Түркияда тұрған Қырым татар екен негізінде. Оның басында он Қырым татар екенін білген жоқпыз. Бәрі түрк бізде. Иә, содан тұрды да менің балам мен витриналардың артына кетіп қаласам, балам әке қайдасың деп жылап іздеп жүрді. Сол кезде ана кісінің көзінен бүйтіп жас парлап кетті. Содан мен сені түсініп тұрмын деді. Қайдасың деп, біз де қайдасың деп айтамыз. Нередесің деген сөз ғой. Түріктер нередесің деп айтты. Мен айттым, мынандай сөзді мен бір 30 жылдай былай естіп жүрмін, бірақ андай әсерлі бала кезімде естіп, өзімнің әкемнің артынан жүгіргенім бар дейді, қайдасың деп. Ана сөзді естіп содан нетіп қалдым дейді. Кішкене көңілім толқып кетті. Сонда тіл бәрібір қалатын зат қой жадта. Тіл қалады. Бұл енді уақытқа сай. Сосын мен бағана айтып отырған мекенді мен текке айтып отырған жоқпын. Енді мен қазақ болғасын мақтан жететін нәрсе және негізделген нәрсе. Мен енді мұғалім болғасын көпке ата-анасына да балаға да айтуым керек. Бұны ертеректен мен осындай тарихи және қазір кейбір жазушылар тарихи романды негіз етеді. Бұл қате. Тарихи түпнұсқа Жиһангездердің жазғанын оқу керек. Мен бұл жерде айтайын деп отырғаным, бағанағы мына түріктің ерекшелігі, түрік мемлекеті бұл қазіргі мұсылман халықтарының авангарды. Сүйеніші, әсіресе түркі халықтарының. Тарихты қарап отырсаң, кешегі мына ұбықтарды, Кавказдағы мұсылман халықтары Россиядан қысым көргенде басқа мына Қытайдан жер ауған қазақтарды, қырғыздарды, түрікмендерді бәрін ел қылып сақтап отыр. Бағанағы сенің ноғайың сол. Мына ноғайлыны құрған су болып қой. Армиясы патшаның бұйрығымен. Сол кезде сақтап қалды. Бәрін көшіріп, елге алып, иә, әрине кімнің қоластында болса да, өзінің әке-шешесі, өзінің ұлты қымбат. Ол жаңағы ноғай баласы, жігіті, жаңағы сенің сөзіміз, иә, біздің тіліміз бәрі бір. Енді оны келіп, себебі мен бағана бір сөзімді айттым, мекені деп. Мысалы, сонау Геродот сақ кезінде сақтарды өзі сол өмір сүрген заман ғой. Біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасырда өмірге келген адам ғой. Геродот.
Ал сақтар дәуірі тарихта бұл біздің жыл санауымыздан 3 ғасырға дейінгі сақта, 3 пен 5-6 дейін ғұн, 6 мен 9 түрік, сосын түріктер өсіп жан жаққа тарай бастайды. Қарлықтар, қыпшақтар, басқа болды. Сол кезді жазғанда міне айтатын 8 ұру тайпасы бәрі Қазақстан суреттеп жазғанда, қазіргі Арал теңізінің оңтүстік жағында, Сырдарияның оң жағалауында, Сырдарияның сол жағалауында, Қазар теңізінің оңтүстік жағында, оның ана Дарияның соған құятын соның сағасында мына 8 ұру бәрі қазақтың жерінде. Енді бір ерекшелігі табылған біздің ата бабаларымыздың алтын адамдардың алтауының дүние жүзінде алтау ғой өзі. Соның 4-еуі сақ кезін, 2-еуі ғұн кезін қамтиды. Және күні бүгін біз оның ұрпағы дейтініміз, мысалы, жат жерде, тіпті Қазақстанның басқа аймағында қаза болса, ана үлкен кісілердің кейде айтатыны бар, тіпті осы облыстың өзінде болып, мысалы, Махамбеттің адамы қалада болса, кейде баласына тапсырып, мені өзімнің қауымға апарып қой дейді. Мен де кейде ойлаймын, бағанағы егерде біздің шын тарихшылар өзіміз ішінен шыққан әбден зерттесе, бағанағы біздің ұлы басшыларымыз басқа жерде қаза болып, еліне келіп жерленген болуы мүмкін. Алтын адамдарды айтып отырмын. Егер оны қарасақ, оның себебі біздің әсіресе біз еңбекті құрметтеуіміз керек. Ғалымдарды, басқа біз күні бүгінгі емес, кешегі. Мысалы, мына Оразақ Смағұлұлы. Ең бірінші бұл археолог. Зерттеп, біздің сонау 4000 жыл бұрынғы адамдардың сүйектерін зерттеп, біздің қазіргі қазақтармен 60% бір екендігін біздің бабаларымыздың дәлелдеп, ғылыммен дәлелдеп отырған. Екінші Қойшығара Салғарин. Жасы жетті екі қарттыңда. Біздің ұлы адамдарымыз. Қазақ әр уақытта бұл екі адамға, ағаларымызға бас ию керек. Бұл кеше мен әсіресе құрметтейтінім, мына Назарбаевтың біз кезде мынаған әуеспіз ғой, қара, Назарбаевтың кезінде де жақсы болды. Оның біреуі мына Қытай басшылығымен келісіп, олардың архивтерінен көне ежелгі заманғы жазбалардан біздің тамырымызды іздеді. Соны құрған комиссияны Қойшығара Салғарин басқа түріктер дейтін кітап шығарды. Бұл 5-7 ғасырдағы жылнамалар 3 кітабын, бір жағында иероглиф жартысы қытайша жазған, екінші жағында қазақша жазған. Соның ішінде анықтап жазған және бидейді Қытайдың бірінші аударған кітабында Тэнь Беке бидейді. Мына түріктер бұлар ғұндардың ұрпағы дейді. Бұлардың әден ғұрпы мынандай дейді. Бірақ біз мына қазіргі басқа ұлттан шыққан зерттеушілер, мейлі ол Радлов болсын, мейлі ол Бенштам болсын, мейлі Левшин болсын, олардың көп затты отырықшы халық, басқа ұлт, басқа әден ғұрпы көп зат түсінбейді. Мысалы, бағанағы соның ішінде дейді, бұлар түріктердің әдеті дейді, үстіне шапан кет, шапанның бір жағында қылыш, екінші жағында семсер дейді. Семсер дейтін қысқа қылыш қой. Бұлар оны бойынан тастамайды, тіпті ұйықтағанда қасына алып жатады дейді. Бұл дұрыс. Сосын дейді, бұлар сол жақ шапанның етегін үнемі беліне қайырып іліп жүреді дейді. Себебі біз атпен жүреміз ғой. Өзің қара, егер етегіне тобығына түсетін шапан кисе, аяғымен үзеңгіні таба алмайды ғой. Мінерде. Сырынып құлайды дейді. Оның бәрінің себебі бар. Міне осындай бұнын бөлек көп әңгіме қылып айтуға болады. Рахмет аға, енді жаңа ғұндарды қозғап отырсыз, қыпшақтарды қозғадыңыз. Жалпы біздің ислам қабылдағанымызға 10 ғасырдан астам уақыт өтті дедік қой. Енді 960 жылы нақты түрде Қарахандардың жетісуде исламды мемлекеттік дін етуіменен бізге бір ислам мәдениеті толық орнықты. Алғашқы ғой. Содан кейін барып Атлық шайқасы бар, Қарахан бар, сосын Өзбек ханның соңғы нүкте қоюыменен біздің қазақтың мәдениетіне дін орнап кетті. Енді мына арада дін таратып жүргенде қазір біз имамдарымызға, ұстаздарымызға айтамыз, ұлттық білім дегенде нәрсе бар. Сіз айтып жүрген діни білім мен ұлттық білім үйлесу керек деп. Дұрыс айтасыз. Сол біздің бұрынғы ұлттық білім мен діни білім қалай үйлескен екен? Біз мысалы әжелеріміздің қарап тұрып, олардан бір қазақылық және мұсылмандық деген екеуі егіз ұғым сияқты еді оларға қарап тұрып. Мен оның бірінші егізім болатыны, енді негізі қаланған ұлы пайғамбарымыз арабтың ұлы. Бұл құмды шөлде мекен еткен көшпелі халық. Бірақ біз бір затты аударуымыз керек. Мына қазақты көбі отырықшы халық көшпелі дейді.
мен соны ойлап бұны қалай келістіремін десем, көшпелі дегенде күні кешеге дейін тек қана әр ауылдың, әр тайпаның, әр рудың өзінің меншіктеген жері болды. Бұны қазір ойлап отырып мен айтар едім, қазақ үш үйі бар адам сияқты. Жазда жайлауындағы үйіне барады, кезі ғой, енді мен формалды түрде шаруашылыққа негізі. Содан кейін күздегі үйіне келеді, күн салқындағанда, қыста қыстауына келеді. Басқа жерге оны барғызбайды. Мысалы, Махамбеттің әкесі Өтеміс туралы бір әңгіме бар. Бір далада келатырып, басқарудың құдығына келіп атын суарайын десе, аналар құдыққа су бермейді ғой. Сол кезде аналардың қағып жіберіп, құрығын суырып алып, құдығына суды құйып алып, айтатын сөзі бар жаңағы. Соған қарағанда ол туралы көп әңгіме айтуға болады. Яғни меншікті жері бар, меншікті тұрағы бар халықпыз. Көшпенділерді, мысалы, сығандар сияқты кез келген бағытқа қай жерде табыс бар, соған қарай безіп жүрген қалған ұлт емеспіз біз. Біз тұрақты жері меншікті екен. Және мысалы біздің дәстүріміз соған негізделген. Себебі жесір әйелді баласымен еш уақытта ұрудан шығармай, әмеңгерліктің негізі сода жатыр. Бірге алып кету. Себебі анау ертеңгі жауынгер. Оны басқа ұруға жіберсе, әлсірейді ол. Анада шет қақпай болады. Сондықтан мынау кімнің қатары көп болса, керек болса қасқырлар сияқты ана территорияны тартып алады ол. Бағанағы сұрағың еді, содан ұлттық білім менен діни білімді ұштастыру. Мысалы, мен қазір қарап, мен жастарға көбін айтамын. Мына мектепте өзің білесің, бастауыш білім бар. Бастауыш 4-ші классқа. Оның негізгі міндеті баланың сауатын ашу. Бала қатесі жазып, оқу керек. Ал негізгі келген жоғары 5-тен 9-ға дейін ол білімнен, әртүрлі ғылымдан хабардар болып шығады. Әр пән нені оқытатын. Ал 10-11-де жоғары оқуға баратын болса, мамандығына қарай оқу керек. Сол сияқты қазіргі қарапайым намазханды мен дінді қолдаймын. Себебі әр ұлттың тілі, дәстүрі, діні сырт келбеті сақталу керек. Осын сақтаған жағдай, бұның біреуінен айырылсақ, біз ұлттық белгіден айырыламыз. Ұлттық белгіден айырылу мемлекеттен айырылуға соқтырады. Сен мемлекеттігімізден айырылсақ, сен діліңді сақтай алмайсың. Сондықтан біздің діліміз ұлттық түсінікке негізі арабтың түсінігінен, пайғамбардың қойған талабынан алшақ емес. 5 парыз. Мен бағанағы білімді айтып отырғаным, сенің мақсатың кез қылған намаз оқыған қазақтың мақсаты иман болу емес қой. Ол ұлы жаратушыға сену, пайғамбарға сену, Құранға сену, өзінің денесі таза болу, ақыл, ойы, ісі таза, шыншыл болу. Міне осы қасиет бұл адамның асыл қасиеттері. Осыны бойына сақтаса жеткілікті. Ал маңдайын жерге соға беріп, сонымен маған Алла тағала біреу береді деген, бұл қате емес, бұл зиянды бағыт деп есептеймін. Себебі мына қазір үлкен қақтығыс болып жатыр. Израиль, Газа, Палестина, Иран, Пакистан, мына Ауғанстан. Енді қарайық. Менің есебімде арабтың 23 мемлекеті бар. Оның 21-і біріккен ұлттар ұйымында. 440-460 миллиондай араб бар. Жері 13,16 миллион квадрат километр жері бар. Израиль жері 220 мың квадрат километр. Осыдан Калмыков Тайпаққа дейін жайықтың екі жағында 10 километрден жер алсақ, бар жер сон. Осы жерде 9 миллион, оның 6,5 миллионы ғана Израиль. Бүкіл арабтан жерін тартып болып басымдық жасап отыр. Неге? Дінін ұстап отыр. Неге? Ғылымнан озып кетті. Ғылымнан озып кетті. Егер біз тек дін, Алла тағала мен тек өзің тіршілікке қам жасамасаң, елді қорғауға қам жасамасаң, сен мемлекетінен айырыласың. Мемлекетінен айырылсаң, сен діннен айырыласың. Мысалы, Қытайдан көріп отырған мына коммунистер, атеистер ғой. Бұлар дінді жояды. Себебі дін ұлттың сақталуының басты белгілерінің біреуі. Мысалы, қазір бейіттерін бұзып, бісміллә деген адамды қайта қамап, жаңа лагерлерге жұмса, сөйтіп қырып жойып жатыр. Коммунистер, бұлар атеистер. Және қарап отырсаң, Солтүстік Кореяға қарайық, Совет одағына қарайық, оның Россияға қарайық, соның мұрагеріміз деп отырған. Болмаса Қытайға қарайық. Бұл өзі қазақта мынандай сөз бар, дүние дөңгелек деп.
яғни сен оңға қарай жүр, солға қарай жүр, айналып келіп бір нүктеде соғысасың. Және кешегі сенің коммунистік идеяң ол айналып келіп шовинизмге келіп фашизмге ауысады. Міне өмір дәлелдеп отыр. Мысалы, анау национал-социалистар партиясы фашизмге ауысты ғой. Біздің қазір неге менше сөйлемейсің, неге менің айтқанымды айтпайсың, неге менің айтқаныммен жүрмейсің деп агрессор елдер шығып отыр қазір, күшейіп алып. Сондықтан қазақтың дүние дөңгелек деген, бағана екеуміз жөнінде айттық қой, жасанды интеллект. Егер жасанды интеллектіні біз ғылымға негіздеп, оның адамға, қоғамға пайдалы мен зиян жағын өлшемей президент айтты деп тұра шапсақ, орны толмас, тоналуға, барлық құпияларымыздан айырылуға баруы мүмкін. Айналып келгенде қарақ, кеше банктерден бәрін договорменен ақшаңды тапсырып, депозитке тапсырып, банкке сақтан ақшаңды бір тиын біреу ала алатын деді. Қазір Каспий, басқа банктегі электронды варианттан қанша миллиардтан ақша ұрланып отыр. Сонда ол жетістік пе? Егер ондай әрбір ісіміз, ғылымдағы жетістік дегеніміз мемлекетке, жеке адамға қауіп тудыратын, жеке басының еркіндігін шектейтін болса, оның құпиялығын жоятын болса, онда болмаған неге керек? Біз бір қарағанда, бағанағы айтып отырғаным, кез келген әрекет бұл саясат. Біз осыны ұмытпауымыз керек. Тағы да айтамын, біз ұлт ретінде сырт келбетімізді, дәстүрімізді, тілімізді, дінімізді сақтауымыз керек. Одан айырылсақ, мемлекеттен айырыламыз. Керемет. Дағы бір қорытынды сұрақ болсын. Сіз білім саласында ұзақ уақыт қызмет атқардыңыз, соны жетектедіңіз. Жаңа айтып қалдыңыз, бастауыш мектеп баланың сауаттандырудың негізгі міндеті солардың да. Енді бізде қазір білім саласында бастауыштағы балаларымыз, осы бесіктен енді шыққан балалар ұлтын жақсы көру үшін біз білім саласына қандай пән қосу керек? Өте дұрыс, рахмет. Бұл мысалы жаңа министр келді. Сөзі ұнап жатыр. Мен енді бұрыннан да айтып жүрген бұл бағытта. Бұрын біз мынандай қателіктен аулақ болу керек. Шетелдегінің бәрі келмейді. Лиссабон, Болонья, біз біріккен ұлттар ұйымына қарасақ, бұның әуелдегі құрылған екінші дүниежүзілік соғыстан кейін біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Оның мақсаты алдағы уақытта осындай жойқын миллиондаған адамдардың әділетсіздікпен күштел әлсізге шабуыл жасап, соғысқа апарып соқтыруына қарсы тұратын, соны болдырмау үшін құрылған ұйым. Бұл өзінің бағытынан адасты қазір. Қазір Россияның агрессиясын кейбіреулер қолдайды, кейбіреу қарсы, мысалы Венгрия сияқты. Енді бұны мен неге айтып отырмын? Егер біз халық сауатты болмаса, ел дамымайды. Бағанағы балдардың бастауыш емес. Мен енді 29 жыл тікелей мектепте мен жұмыс жасаған адаммын. Одан кейін білім саласында 5-6 жыл басшылық жұмыста болдым. Жұмыспен қамту басқармасында да сондай жұмыс жасадым. Қазір сөйлеп қарасақ, қазір элементарный заттаны бала емес, студенттер білмейді. Неге? Себебі Совет одағының, мен мақтамаймын ұлттық жағын, даму жағын, бірақ жеткен жетістігі барлық ұлтты сауатты оқи алатын еді. Және ол кезде мені тыңдап отырған мұғалім болса, бастауыштың. Қазір бағанаға мен біріккен ұлттар ұйымын айтып отырғаным, мынандай таратып отыр олар. Не дейді? Грамматика ол міндетті емес балаға. Сонда қалай болады ол? Егер бала сауатты жаза алмаса, оны қалай біз сауатты адам деп атаймыз? Екінші айтады, балаға еш уақытта ескерту жасап, қинап, я болмаса төмен баға қоймау керек дейді. Мен бұған қарсымын, бұл қате пікір. Оның дәлелі фин мектебі осыдан 7-8 жыл бұрын дүние жүзіндегі ең мықты мектеп деп, бұнда барлық балаға еркіндік жасалған, балаға кемшілік айтылмайтын еді. Осыны оқыған кезде мен айтып едім, мына мектеп төменде артта қалады. Неге? Себебі адамның іле қозғаушы күші бірінен бірі қалмайтын шарс сезімі. Өзін бағалау керек. Егер ол білімі, еңбегі бағаланбаса, ол адам оған қиналып тертөгі жұмыс жасамайды.
Менің айтайын деп отырған бастауышта мынандай норматив болды. Қазір мен тыңдаған мұғалім ескерсін. 4-ші сыныпты бітіргенде бала ең кемі минутына 120 сессиядан кем оқымау керек, оқу жылдамдығы. 4-ші сыныпты бітіргенде. 4-шіні бітіргенде. Ол тек норматив. Болмаса, мына қазір біз балдардың көбі ауру, ауытқушылықпен туып жатқан балдар көп. Армияда балдар ауырып, кейбіреуін міне қазір айтып жатыр, психбольницаға салып жатыр, бірін-бірі сабап өлтіріп жатыр. Неге? Себебі 10-ші класс бітіргенде норматив болды. Физкультурадан дене тәрбиесінен тапсырады. Мен қателеспесем, 100 метрді 13-те 4-тен кем жүгірмеу керек бала. 1 километрді 3,5 минуттан кем жүгіріп өтпеу керек. Содан кем болмау керек. Турникке 9 рет тартылса 4, 11 рет тартылса 5. Қазір қарайық. Әкілің солақ. Неге десең? Қазіргі атана көшеде жүргенде мен талай жас келіншектерге телефон қарап кетір, баласының жолға шығып кеткен бармайды. Ана коляскасымен жолды басып, ана машина келіп қалған қарамайды. Неге? Міне осыдан аулақ болу үшін біз әр уақытта да біздің ұлтымызға қайтадан келіп дәстүрге соғылады. Біз даланың халқы таза ауа, жел, күннің астында өскен мыңдаған 5000 жыл кемі халықпыз. Бізге күн мен таза ауа болмаса, ет пен сүт тағамдары болмаса, сен қаншама оны жеміс-жидекпен асыра, біз даму болмайды. Қанымызда басқа бар. Қанымыз, ол қазір қара, неге біздің жас келіндеріміз анемия ауру? Неге ауытқушылықпен туған бала көп? Себебі тамақ өзгеріп кетті, дәстүр өзгеріп кетті. Міне осыны ескермесек болмайды. Бағанағы ғылымның негізін білмейтін адам, ол өзінің неге бейім екенін білмейді. Қазір президент 2 министр, біреуі Түймебаев, екіншісі ана Бақытжан, партияның бастығы болатын. Кім еді? Сағынтаев па? Жоқ, одан бұрынғы. Сол екеуіне мынандай сұрақ қойды, әрқайсысы президент болған кезінде. Биыл оқуға түспе, мына бала не істейді дейді. Сонда екеуі де түкіріп қойғанда бірінен көрі 4-5 жылдан кейін ғой. Дейді, биыл оқуға түскен бала, ол дайындалып, келесі жылы оқуға қайта түседі дейді. Сонда біздің білім министрінің мақсаты, ойы, білім тек қана жоғары білім деп түсінеді. Жоғары білім емес қой. Білім ол колледж, бұрын бұлай болды совет одағында. Училище бұл квалифицированный дейді, рабочийлар дайындайды. Техникум, орта қол, мамандар дайындайды. Гараждың бастықтары, техника, тағы басқа. Мастерлер. Ал ана жоғары оқу орны инженерлер. Бұл дұрыс бағыт еді. Енді келді біз училище мен техникумды қосып колледж деп отырмыз. Тіпті мына масқараны айтайық. Мысалы, президент өте қажет былтыр жарлықпен мына жұмысшы мамандық жыл деп атады 24-ші жылды. Оған арнаулы бұйрық шығарды, указ шығарып, және осыны қадағалауды президент аппаратына, реформа жасауды білім министріне тапсырды. Не жасалды? Бізге келеді, бұл кілең жиналыс болып кетті. Мен мұғалім ретінде білем, маман болу үшін қазіргі колледжде оқып отырған, токарлық оқып отырған, слесарь оқып отырған, басқаны оқып отырған, қазіргі заманғы техникамен жұмыс жасай білу керек. Ана шоға барғанда, ол біздің газпедсеттермен жүрмейді, я КамАЗбен. Ол Мерседестің жүк машинасы, ана Вольвоның жүк машинасын айдау керек. Біз оған қазіргі мына цифрлық басқарумен жасайтын станоктардан жұмыс жасау керек. Оны 60-шы жылға станоктермен жұмыс жасап, егер де оған бір жаңа техника алмаса, мына инструкторлардың еңбекақысын көтеріп реформа жасамаса, және мен кезінде жазғанмын, енді ол министрдің бұрынғы құлағына тимеген болар, Фейсбукқа жазған. Бұл жерде инструкторлардың еңбекақысын көтеру керек. Ана практикалық тәрбие беретін. Сонда ол тартымды болады. Оны жасамай жыл өтті, кілең жиналыспенен миллиардтаған ақшаны жойдық. Елге не пайда? Бұл диверсия. Жақсы аға, көп рахмет. Елдің мұңын, жердің мұңын әрдайым көтеріп, бізге жол көрсетіп жүре беріңіз. Енді алдымызда егемендік күні, республика күні тойланғалы жатыр. Осы мерекемен біздің халықты құттықтап жіберсеңіз, оқырмандарды. Менің өзімнің жеке пікірім бойынша, бұл тәуелсіздік, осы республикалық мереке, бұл ең қымбат мереке. Соның ішінде мен айтар едім, мына қазір бәрі интернет қарайды ғой. Мұхтар Құл-Мұханның 22-ші жылы егемен Қазақстанға салық зиманып, және тәуелсіздік декларациясы дейтін үлкен мақаласы шықты. Сонда осы декларацияның 17 бабының қалай қабылданғанын,
қандай сұрақтар болған, кім қорғаған, не айтқан бәрі түгел жазған. Соны әрбір қазақ оқу керек. Әсіресе бұның ішінде бүгінгі күнге дейін орындалмай тек қазақтың арманы болып қалып отырған екі бап бар. Бұл екінші және үшінші бабы. Екінші бабында сол кездегі біздің коммунистік жаңағы пресстің астынан шыққан біздің ұлы заңгерлеріміз, оқымыстыларымыз, зиялыларымыз бидеп жаздырды, күреспен жаздырды. Біздің ұлы мақсатымыз қазақтың ұлттық мемлекетін сақтау, қорғау, нығайту. Бұл ұлы арман әрбір қазақтың президенттен бастап қарапайым қазақтың жүрегінде, әр мекеннің маңдайында жазылып тұратын зат. Екінші, үшінші бабында былай деп жазды. Жоғарыда айтылған, енді мен жалпы айтып отырмын, дәлме-дәл емес, жалпы маңызы былай. Мемлекеттің бірлігіне, жерінің тұтастығына, елдің тұтастығына, болмаса мемлекеттің негізіне жеке адамдардың, әртүрлі қоғамдық ұйымдардың, болмаса партиялардың қарсы үгіт таратуы, болмаса күш қолдануы заңмен қудаланатын болуы керек деп жазды. Міне бұл әлі біз, міне қарайық, міне осы соңғы айдың ішінде, міне оқу басталғалы, Алматыда кез келген жерде орыс болып кеткен қазақтар аралас мектеп, орыс мектебі болу керек деп салынған мектеп. Көке қарайықшы, қай мемлекет өзінің мемлекеттен көрші мемлекеттің тілінде бюджеттің ақшасына бала оқытып отыр. Бюджеттің жиналған ақшасына, неге десек, дүние жүзінде бірде-бір мемлекет азаматтықтың белгісі мемлекет құрушы ұлттың не сол мемлекеттің мемлекеттілігін еркін білуі, тарихын мойындауына қарап азаматтық береді. Біз сонда бюджеттің ақшасына орыстарды, орыс болған қазақтарды, басқа ұлттарды оқытып алып, шетелге оқымыстылыққа, студентке жіберіп, сол жерге қалуға, бюджеттің ақшасын жоюға тиістіміз бе? Бұл заңсыздық қой. Рахмет аға, құрметті ағайын, сіздермен бірге болған Ернар Абзалұлы және біздің ақсақалымыз, ардагеріміз, білім саласын, мемлекеттік саласын біраз жыл қызмет атқарған Серік Жұбанұлы ағамыз. Аға, рахмет көп-көп, баршаларыңызға сау болыңыздар.